Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы экспо көрмесі екінші сабағымыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін, аннотация, тезис жазу. Бүгінгі сабақта меңгеретіндеріңіз: перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін, аннотация, мақала жазудың жолдарын меңгересіздер. Оқушылар, өткен сабағымызда мақала жанры туралы ұғым қалыптастырған болатынбыз. Ал бүгінгі сабағымызда мақала жанрының мазмұндық тұрғысынан, формасы тұрғысынан танысамыз. Басты талап: мақала қарастырған тақырыпқа қатысты барлық мүмкін ақпаратты, яғни дәйек, дәлел, пікір, қайнар көз, сын мақтау қамтылуы тиіс. Көтерілген барлық ақпаратты нақты беруі тиіс. Яғни тексерілетін болуы міндетті. Мақаладағы алғашқы сөйлемдер көбінесе қарастырылатын тақырып бойынша немесе негізгі ұғымға түсініктеме беру үшін жұмсалуы керек. Мақала заманауи, ғылыми еңбектерге сүйенгені әбден абзал. Қайнар көздердің барынша мол болғаны дұрыс. Мақала әдеби қазақ тілінде сауатты және ғылыми стильде жазылуы керек. Мақалада грамматикалық және мағыналық қателер болмауы тиіс. Мақала арнайы терминдер мен түсініктерді пайдалануы керек. Мақаланың формасы тұрғысынан қарастырып көрейік. Мақаланың көлемі қарастыратын тақырыптың ауқымына қарай болуы міндетті. Қажет жағдайда жеке тақырыптар арнайы бөлек мақала ретінде шығарылуы қажет. Мақаланың құрылымы нақты және түсінікті болуы міндетті. Мақаланың мазмұнына байланысты безендіру материалы, суреттер де қолдануға болады. Мақаланы өңдеу шектен тыс болмағаны дұрыс. Бұл оқуды қиындатуы мүмкін. Осы алынған ақпаратты іс жүзінде бірге орындап көрейік. Оқушылар, сіздерге ұсынылып отырған тілдік бірліктерді қолдана отырып, мақала жазып көрейік. Оқушылар, сіздерге ұсынылған тілдік бірліктерді қаншалықты орынды қолданғандарыңызды келесі мәтін арқылы тексерейік. Экспо үлкен мүмкіндіктер алаңына айналған халықаралық көрме ретінде әлем жұртшылығына танымал болды. Әлемдік көрменің мақсаты озық технологиялар арқылы баламалы қуат көздерін іске қосу, болашақ энергиясын дамыту арқылы дәстүрлі энергиялық ресурстар қорының нәтижелігін мамандар көрсете білуі тиіс. Осы тақырып бойынша қамтылған баламалы энергия көздерін дамытуды қоса алғанда, ғалымдар орнықты энергия мәселелерімен жұмыс істеуі тиіс. Экспо көрмесі жасыл экономиканы құруға негізделген жаңа күн тәртібін қалыптастырды. Оқушылар, бүгінгі сабағымызда мақала жанрының құрылымы мен ерекшелігін меңгердіңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.